Ассалаумағалейкум жігіттер. Баланс значимости деген нәрсе бар. Негізі мен тыңдайтын көп жігіттердің жастары 16 мен 34-тің арасында екен. Демек бұл жастағы жігіттердің ата-анасы совет өкіметінде туылып, сол тәрбиенің ұшын көрген адамдар. Ол заманның тәрбиесі орысша болды. Қазақша оқып, қазақ отбасында өссе де тәрбие, ойлау жүйесі орысша болды. Сол тәрбиенің ұшқыны қазір бізге де тиіп жатыр. Тәрбие дегенде оның ішіне біраз нәрсе кіреді ғой, біздің тақырыпқа байланысты. Жігіт пен қыздың қарым-қатынаста, біздің әкелеріміз, ағаларымызда қалай болды? Бұрынғы кинолардан көрсек те, жігіттер қыздардың артынан жүгіреді, көбіне гүл береді, есікті ашады, сумкасын көтеріп жүреді, өлең шығарып, өлең айтады, серенада айтады, түнделетіп қызды алып кетіп шығарып салады деген сияқты. Бір сөзбен айтқанда, джентльмен болады. Әрине ол заманда бұл шаблонный әрекеттерден басқаша әрекет жасайтын жігіттер де болды. Олар әсіресе бандиттер мен музыканттар. Бір сөзбен бұзық балалардың әсерінен қазірге дейін қыздар өздері мойындамаса да бұзық жігіттер жақсы көреді. Неге? Өйткені олар қыздардың артынан емес, қыздардың артынан жүгірмейді. Керісінше қыздар олардан қанша бір зорлық, зомбылық көрсе де, қиналса да, солардың қиыншылықтарына төзіп, солармен бірге болуға тырысып, соларды қалайды. Енді бұл басқа тақырып, бұған қатты тоқталмай қойып, жоғарыдағы әке ағаларымыздан, кинолардан көрген, естіп жүрген өлеңдерден қарасақ, әрқашанда, әр заманда адам қыздың көңілін табу керек, қызды қызықтыру керек. Яғни ер адам всегда екінші орында да. Именно осы әйел мен ер адам тақырыбында. Музыканың бәрі жылап, қиналып жүрген, жүрегіңнің есігін аш, жүрегім жаралап кеттің, мен сені сүйемін, жалғыз сен деген. Кинода да сол, бір қатын үшін таяқ жеп, жоқ жерден проблема тауып, бір қатынды құтқарам деп өліп тіріліп жүрген геройлар. Оны көрген мына біздер, жігіт деген осындай болу керек екен ғой деген оймен өстік та. Енді мен сияқты біреу келіп, жоқ, негізі бұлай емес, сіздер бәріңізді осы уақытқа дейін алдап келді десем, ты кто такой, давай до свидания деген нәрсені айтады. Әсіресе үлкендер айтады. Өзінің алданып, екінші атаман болып өмірін өткізгенін мойындау үлкен адамдарға, үлкен ер адамдарға қиын ғой. Бірақ біздерде бәрі басқаша болу керек жігіттер. Бұл деген мен еркекпін, мен көкірегін ұрып, мне все должны деген сөз емес. Бірақ тура біздің әкелеріміз сияқты джентльмен болу да керек емес. Тақырып баланс, значимости деп тұрғаннан кейін кім құнды болып тұр? Яғни мен қызбен таныстым, оны свиданияға шақырдым, енді кездесетін күні көлігім болса, барып алып кеттім. Көлік болмаса таксимен барып алып кеттім. Гүл алып келдім. Қымбат болса да ақшам шығарып, қымбат ресторанға отырғыздым, тамақтандырдым. Ақшам болмаса қарыз қалдым. Тамақтан кейін алдында оны қыдырттым, паркке апардым, мороженое әпердім. Келесі кездесуге киноға шақырдым, билет алдым, су попкорн алдым да, кинодан кейін үйіне әкеп тастадым да. Енді жүріп екеуміз, енді осы сценарий еш өзгерген жоқ та. Қайда барсақ та, не істесек те, мен бірінші қадам жасаймын да, ақша шығарам. Ал қыз бетіне сүйіп қояды, қолын ұстап қызады, соған мәз болып мен жүрмін да. Сырттай қарасаң, бәрі осылай жүр ғой, бұның несі нормальный деген сөз келеді. Енді қыз саған төлеп, сені киноға шақырып жүрмейтін шығар, ұят емес па деген сөздер жігіттерден естіп жатамын. Яғни екі адам кездесіп бастады, бір адам ресурстардың бәрі беріп жатыр, ақша, уақыт, энергия, көмек, связьдар. Ал екінші адам бәрін как положено алып жатыр да, бірақ ответка жоқ. Рахмет айтады, бірақ бір көмектеспей қарамай қалсаң, алдыңғы көмектің бәрін не істейді, ресурстардың бәрі жоққа шығарылады да. Міне көп жігіттер осылай қызға бәрін береді да, ухаживать етеді. Мамасы түнде бір жерге жұмсаса, қырсығуы мүмкін, сөзге келуі мүмкін. Бірақ түнгі 3-те ана қыз мен жұмыстан алып кет десе, или алып кете аласың ба десе, 1 сағат бұрын күтіп алады да сол қызды. Даже өзі айтқызбай-ақ барып күтіп алып тұрады да. Қай уақытта болса да, осыны норма деп ойлайды да. Сен қызға бәрін беріп жатсың, ал қыздан ондай ответка жоқ. Бірінші кездесуден-ақ қыз сені киноға шақырып, тамақ әперіп, бір сағат сыйлайтын қыздар өте аз, әрине, олай болуы да керек емес, бірақ ондай бар. Ал уже кездесіп жүріп, сен әлі қызға құйып жатсың, ал қыз саған ешқандай ответка жоқ деген сөз, ол жаңағы құндылық, баланс, значимости деген қай жаққа тартып тұр деген сөз. Яғни екеуміздің қарым-қатынасымызда қыз құнды болып тұр да, қыз басып тұр. Ал қыз болса сен туралы олай ойламайды да. Егер қыз сен үшін құнды болғанда еді, мысалға, қыз да тура сен сияқты вложение жасайтын еді саған. Бүгін сен кофе әпердің ба, келесі жолы қыз саған әперу керек та. Бүгін сен киноға апардың ба қызды, ол қыз попкорн, су, чипсиді қыз алу керек та. Сен айтқаннан соң емес, қыз өз желаниясымен саған әперу керек. Неге? Өйткені ол қыз сені сыйлайды. Сен үшін тоже жақсы болғысы келеді, сені қуантқысы келеді. Тура сен қызды қуантып, оның алдында ақша шығарып, бар ресурсыңды көрсетуге тырысып жатқан сияқты, қыз да саған құнды болса, ол да саған вложение жасау керек та. Қыздан ешқашан сыйлық алып, қыздың вниманиясын көрмеген жігіттер, бұл әңгіме, бұл олар үшін нереальный болып көрінуі мүмкін да. Бірақ шындық осы, сен өзіңнің бағаңды біліп, өзіңді сыйлайтын, сенің бағаңды білетін қыздармен кездесіп бастасаң, олар өздері-ақ
сені киноға шақырады, саған тамақ әпереді, машинасы болса өзі алып кетіп әкеліп тастап жүреді сені. Тура жігіттер қалай қыздарды ухаживать ететін болса, тура солай қыздар да жігіттерге осындай внимание көрсетеді. Егер баланс значимости сен жаққа қарай басып тұрса да, енді ол үшін сен басқа жігіттерден, яғни сол қыздың саған дейін сөйлескен жігіттерінен ерекшеленіп тұруың керек та, немесе оны қолдан жасауға болады. Яғни кез келген адамды, өз деңгейіңдегі әрине адамды наркоманның дозаға отырып қалған секілді өзіңе отырғызып тастауға болады. Оның жолдары көп. Демек, сен өзіңді прокачивать ету арқылы қыздар өздері сенімен общение іздейтіндей достойны болуға болады, или әртүрлі манипуляциямен қызды немесе қыздар жігітті отырғызып қояды, өзіне байлап қояды. Бұл әрине махаббат емес, бұл кәдімгідей адамға отырып қалу, қазақша айтқанда бауыр басып қалу десек те болады да. Сол үшін жігіттер, қаншалықты қызға көп ресурс құйсаңдар, соншалықты қыз сендерге құнды болады, бағалы болады, өйткені ол қызға сенің ақшаң кетіп отыр, уақытың кетіп жатыр, өмірің кетіп жатыр. Ал адам өзіне керексіз, құнсыз нәрсеге ақша да, уақыт та құртпайды. Осыдан шығатын нәрсе, қыз саған ақша да, уақыт та құртқысы келмей, бірақ сенің бергеніңді алып қойып жүрсе, онда ойлану керек жігіттер. Мен көп внимание көрсеткен сайын қыз маған қарайды деген, ол өте қате түсінік. Мені ұнатады, сосын маған жаңағы қарайды десең, ол қателестеген сөзі. Екі жақ бірдей бір-бірімен, мысалға екі жігіт бір-бірімен таласып, бір қызға ақшасын шығарып, жүйкесін тоздырып, төбелесіп, менікі деп жүрген кезде үшінші бір жігіт келіп, бір тиын да шығармай, сол қыздың үйінде или сол қыздың жалдаған пәтерінде беймарал рахаттанып, жаңа қыздың рахатын көріп жатыр да. Ал мына жақта екі ақымақ бір-бірімен қырылып жүр да, сол қыз үшін. Бұл күн сайын болып жатқан оқиғалардан жігіттер, сондықтан ойланыңыздар. Біздің сабақтарға қатысып, қызбен танысып, кездесер бұрын консультациядан өтіп алыңыздар. Ертең істерін істеп алып, айтарын айтып алып, енді қалай болады, брат деп тұрмайды. Сондықтан каналға тіркеліп, достарыңызға жіберіп, пайдалы болса таратып, түсінбеген жеріңіз бар, комментарий жазып, сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Ал біз сіздермен келесі видеоға дейін қош сау бол дейміз.